Мен Олжас, тоқабай достар, бүгінгі қош келдіңдер. Бүгінгі видеода мен сендерге Brawl Stars деген ойынды айтып беретін боламын. Егер видеоны ұнаса достар, лайк басып, комменттерді ұмытпаңдар, ал мен бастаймын. Ал Brawl Stars бұл ойынды жасаған Supercell деген компания. Олар тағы Clash of Clans, Clash Royale, Heyday, Boom Beach, Clash Mini деген ойындарды жасады. Тағы да шықпай қалған Rush Wars деген ойыны бар. Так, давайте Brawl Starsқа қайтып келейік. Бұл ойын 2017 жылы бета түрі шықты, сосын 2018 жылы релиз түрі шықты. Сол жылы ойында 15 боецтар бар еді, ал қазір осы 58. Барлық боецтар бұл ойында әртүрлі. Олар адамдар, роботтар және құстар мен өсімдіктер. Әр персонаждың өзінің ерекшелігі бар. Осының арқасында ойын қызықты болады. Біреулері улайды, басқалары атады, ал қалғандары болса жай ұрады. Бұрында Brawl Pass деген жоқ еді. Тек сундуктар и мега сундукты ашу өте қиын еді. Ал қазір Brawl Pass келгенде онымен бірге хроматический деген персонаждары да қосылды. И мега ящик ашуда өте оңай болып кетті. Ойында кәдімгі жауынгерлер, сирек жауынгерлер, супер орта жауынгерлер, эпикалық жауынгерлер, мифтік жауынгерлер, аңызға айналған жауынгерлер және хроматикалық жауынгерлер түрі бар. Көтерілген сайын оларды сундуктан табу өте қиындай береді. Басында гаджет және снаряжение деген басында болмаған. Олар сосын қосылды. Ойында тағы әртүрлі режимдер бар. Олар соқтығысу, бробол, роборубка, кристалл түсіру, ыстық аймақ, үлкен ойын, тоноу, бастықпен ойын, ұстаған үшін марапат, күш лигасы. Ал шығып бірақ қайта өшікпен режимдер олар Супер Ситидің жеңілісі, сыйлығылау және қоршау. Ойынды бастағанда сен Шелли есімді персонажбен бастайсың. Содан кейін әрі қарай басқа жауынгерлерді ашасың. Бұрында саған тек 12500 трофей и боецтарға 20 ранг жинау керек еді. Ал қазір 50.000 трофей және боецтарға 35 рангты түсіру керек. Бұл өте жаман ой. Себебі көтерілу өте қиындай береді. Мен бұл ойынды ойнағым. 2018 жылы рекламасын көрдім да ойнадым. Сол кездері ойын өте қызық, әрі атмосферны көрдім. Ал қазір онша емес мен үшін. Міне осындай видео достар. Сендерге ұнады деген ойдамын. Егер ұнаса достар, лайк басып, комментарий ұмытпаңдар. Ал мен аяқтаймын. Сау болыңдар.